Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай 4 заттан тұратын пирог дайындайтын боламыз. Видеоны өткізіп алмай аяғына дейін көріңіздер. Міне 3 жұмыртқа, 1 жыны қант жақсылап көпіргенше араластырамыз. Міне жақсылап өстіп миксермен жақсылап көпіргенше араластырамыз. Міне көпіртіп алдық. Енді бізге миксердің қажет емес, миксерді алып тастаймыз. Қолмен араластырамыз ары қарай. Оған 1 шыны майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. 1 қасық разрыхителімізді оның үстіне қосып саламыз да астынан үстіне араластырамыз. Оның түйіршіктері қалмау керек. Өсіп жақсылап араластырып аламыз. Міне 2-ші бокалымызды қосып жатырмын. Менде өлшегіш зат болмағандықтан мен өстіп бокалмен өлшеп қосып жатырмын. Міне астынан үстіне араластырып, жақсылап өстіп араластырып қосамыз. Міне енді менде қалған ұнымды қазір қосамын. Шамамен 1 қасықтай ұн қалған екен. Қазір соны қосып жібереміз. Міне. Жақсылап араластырып, қазір қалпына құйып пісіретін боламыз. Міне осындай сұйықтықта. Міне қалпымыз дайын. Міне құйып. Енді осыны 180 градуста 20-25 минут пештің аузын ашпайсыздар. Духовканың аузын ашуға болмайды, ол себебі көтерілмей қалады, тапталып. Міне пирогымызды пісіріп алдық, енді суығанша күтеміз. Міне суытып алдық, енді бетіне осындай сахарный пудраны сеуіп, жақсылап әрлеп, үстелге қойып, кесіп, жей берсеңіздер болады. Міне әркім әртүрлі әрлесе де болады, өзіңнің қалауынша. Міне видео ұнап жатса комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған ол болсын. Сау болыңыздар.